Мен Қасым Аманжолов, Бұлыты жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысымын. Менің жобам қарапайым, бірақ өте маңызды шындыққа негізделген. Мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Үлкен өзгеріс жасау үшін үлкен әрекет қажет емес. Кейде бір ғана кішкентай жақсылық бір адамның өміріне жарық сыйлай алады. Егер әрқайсымыз бір ғана жақсылық жасасақ, онда мыңдаған үміт пайда болады. Бәлкім, сол үміттің бірі бір баланың болашағын өзгертер. Сондықтан, менің жобаның тақырыбы One Kind Act, бір жақсылық мың үміт деп аталады. Жобамның мақсаты әлеуметтік осал топтағы және ерекше білімді қажет ететін балаларға қолдау көрсету, олардың қоғамға бейімделуіне көмектесу және мейірімділік, жанашырлық құндылықтарын насихаттау. Жоба аясында ерекше балалар орталығына және АФК орталығына барып, балалармен бірге жаттығулар мен түрлі іс-шараларға қатысу арқылы оларға моральдық қолдау көрсету көзделді. Қазіргі қоғамда ерекше балаларға қолдау көрсету маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Мұндай балаларға тек медициналық немесе білім беру көмегі ғана емес, сонымен қатар қоғам тарапынан түсіністік, қамқорлық және достық қарым-қатынас қажет. Бұл жоба арқылы бір адамның қарапайым мейірімді әрекеті де ерекше балалардың өміріне қуаныш пен сенім сыйлай алатынын көрсету мақсат етілді. Кейде біз үлкен өзгеріс жасау үшін үлкен әрекет керек деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде бір ғана кішкентай жақсылық, бір жылы сөз, бір көмек қолы, бір шынайы қамқорлық бір адамның өміріне үміт сыйлай алады. One Kind Act, бір жақсылық мың үміт жобасының негізгі идеясы да осы. Әр адамның кішкентай мейірімді әрекеті қоғамда үлкен өзгеріске бастау бола алады. Бұл жоба ерекше қамқорлыққа қажет ететін балаға қолдау көрсетіп қана қоймай, мейірімділік, түсіністік және бірлік мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Өйткені кейде бір жақсылық бір адамның өміріндегі жаңа үміттің бастамасы болуы мүмкін. Мен жоба барысында АФК орталығына барып, ерекше білім беруді қажет ететін балалармен бірге жаттығуларға қатысып, олармен бірге уақыт өткізіп, моральдық қолдау көрсеттім. Бұл әрекет балалардың көңіл күйін көтеріп, олардың жаңа достар табуына және өздерін еркін сезуіне ықпал етті. АФК денсаулығында ерекшеліктері бар балаларға арналған арнайы бейімделген дене жаттығулар жүйесі. Ол балалардың қимыл қозғалысы қабілетін дамытуға, бұлшық еттерін нығайтуға, денсаулығын жақсартуға және қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Адаптивті дене шынықтыру арқылы балалардың физикалық дамуы ғана емес, олардың өзіне деген сенімі мен эмоционалдық жағдайы да жақсарады. Оның мақсаты денсаулықты нығайту, қимыл қозғалысын қабілетін дамыту, бұлшық еттерді күшейту, әлеуметтік бейімделуге көмектесу. Қорытындылай келе, мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Жақсылық жасау үшін үлкен мүмкіндік күтудің қажеті жоқ. Кейде бір ғана кішкентай әрекет бір адамның өміріндегі үлкен өзгерістің бастамасы болады. Егер әрқайсымыз бір ғана жақсылық жасасақ, онда мыңдаған үміт пайда болады. Сондықтан біздің жобаның ұраны бір жақсылық мың үміт. Болашақта бұл жобаны жалғастырып, ерекше балаларға арналған іс-шараларды тұрақты түрде өткізуге болады. Сонымен қатар басқа оқушыларды да волонтерлік жұмыстарға тарту арқылы жобаны кеңейтуге мүмкіндік бар. Бұл жоба маған мейірімділік пен қолдаудың адам өмірінде қаншалықты маңызды екенін түсінуге көмектесті. Жақсы амалдармен қауышайықшы.